想陪你翻山越岭，想陪你追着日落看星星。 Өмірден рахат ала алмай жүрсеңіз, ештеңе қуаныш сыйламай жүрген болса, онда мені тыңдаңыз. Ештеңеге зауқым жоқ, ештеңеге желанием жоқ. Постоянно өзімен өзім шаршаймын. Постоянно настроением жоқ. Телефонға бір кірсем шыға алмай қаламын. Тәттіні тоқтата алмаймын. Бір жұмысты бастасам, аяқтай алмаймын. Немесе әлі де сол жұмысты жасап бітіріп тастауға, немесе соны бастауға әлі де менің қолым жетпей жүр. Міне осындай ойларыңыз, осындай сөздеріңіз болса, бұл ситуацияның себебін түсіндіремін және қалай тез әрі экологично шығу жолын айтып беретін боламын. Біріншіден, қыздар, дофамин гормоны жайлы естулеріңіз бар ма? Дофамин гормоны ол адамды бір әрекетке итермелейтін гормон. Мотивация беретін гормон да, мотивацияны оятатын гормон. Яғни бір істі сіз аяқтап болғаннан кейін сізде дофамин гормоны бөлінеді. Міне сол дофамин гормоны сол істі аяқтап болғаннан кейін ары қарай жасауға одан да сізге күш береді. Одан да желанияны ашады. Дофамин деген это как зависимость қой, қыздар. Сол іс әрекетке зависимость оятады, тәуелділікке отырғызып тастайды. Яғни сіз сол бір іс әрекетті қайталай бересіз, дофамин бөліне береді, және сол тәуелділікті шақыратын болады. Қазір мен сіздерге қарапайым тілмен түсіндіріп айтып өтейін. Дофаминді удовольствие беретін, ләззат беретін іс әрекеттерден алуға болады. Бір істі аяқтаған кезде сол дофамин гормоны бөлінеді. Мысалы, бір экзамен тапсырдыңыз да, экзаменді тапсырып, уже бітіріп шыққан кезде сізде дофамин гормоны бөлінеді. Наконец-то мен бітірдім деген рахат сезімді аласыз. Немесе бір ұзақ уақыт бойы өзіңізді бір нәрседен шектеп жүрдіңіз да, бірақ қатты қалап жүрдіңіз, бірақ сонда да өзіңізді шектеп жүрдіңіз. Например, сіз бір ай бойы бешбармақ жеген жоқсыз. Бір айдан соң сіз бешбармақтың дәмін көрген кезде сізде дофамин гормоны бөлінеді. Яғни удовольствие береді, кайф береді. Бірақ адамға постоянно сағат сайын, минут сайын дофамин беретін іс-әрекеттерді жасай беру ол өте зиян. Яғни сіз айына бір-ақ рет бешбармақ жесеңіз, немесе тәтті жесеңіз, сол кезде сізде рахаттық сезім дофамины бөлінеді. Ал егер де сол ләззат алатын іс-әрекеттерді сіз күнде істейтін болсаңыз, күнде бешбармақ, күнде тәтті жесеңіз, адамның миы соған тез үйреніп кетеді. И уже сол әрекеттерден ешқандай удовольствие алмайтын да болады, ешқандай кайфы да жоқ болады. Бешбармақ та тәтті де сіз үшін кәдімгідей күнделікті бір қалыпты жағдай болып айналып кетеді. Сосын удовольствие алу үшін ол не істейді? Біздің миымыз не істейді, қыздар? Ондай кезде жаңағы дофамин одан да көтеріледі, одан сайын көбейтуді бастайды. Яғни кішкентай нәрседен қуаныш алмайтын болады. Адамдардың өздерінің дофаминдері пустой әрекет болып қалады. Пустой әрекеттерге, ешқандай пайда бермейтін мағынасыз нәрселерге біз негізі ағызып жібереміз дофаминдерімізді, құртып тастаймыз. Мысалы, біз сериалды айтайықшы, мысалы бір сериал көреді, тәтті жейді, социальный сеттерде отырады, мән мағынасыз покупкалар жасайды және күнделікті ер азаматына махаббатын сыйлайды. Бұл нәрселерді егер де адам сирек жасайтын болса, яғни анда-санда жасайтын болса, онда ол әр жасаған іс әрекетінен кайф алады. Әр жасаған іс әрекетінен кейін адамда дофамин гормоны бөлініп, күшті бір махаббат, ләззат сезімге иеленеді, қуанатын болады, қуаныш сезімін сезетін болады. Яғни өмірден ештеңеге бір құштарлығы жоқ, ешқандай қуанышы жоқ адамдар болады ғой. Міне олар өздерінің дофаминдерін мән мағынасыз нәрселерге құртып тастап жүрген адамдар деген сөз. Өмірге деген құлшынысты алады ондайлар. Сол іс әрекеттер арқылы алады.
Ал егер де адам күнде сериал көрсе, күнде тәтті жесе, онда адамның миы уже бұл нәрсені аз деп қабылдайды да, и уже аз болғанда как нормально деп қабылдайды да, уже нормально деп санайтын болады. Сосын не істейді? Сосын оның дозасын көбейткісі келетін болады. Бізге дофамин гормоны қажет болғандықтан, біздің миымыз дозаны көбейтуді жөн көреді. Одан да көп сериал көргісі келеді, одан да көп тәтті жегісі келеді. Тағы да бір мысал келтіретін болсам, мысалы сіз сериалды көрдіңіз да, көріп болғаннан кейін бірінші сериалды аяқтаған соң күшті сезім болады ғой, вау деп ше. Ол кезде дофамин бөлінеді да бізде миымызда. Ал екінші, үшінші сериалдарыңызды көрдіңіз, керемет сезімде болып жатырсыз. Егер де сіз тоқтататын болсаңыз, дәл сол жерден тоқтатып шаруаларыңызды жасап, қайтадан сериалды жалғастырмастан, қайтып келместен, келесі күнге қалдырып, келесі күні немесе 2 күннен кейін болса да, вот солайынан көретін болсаңыз, уже сізде ол кезде дофамин гормоны бөлінеді. Наконец-то мына сериалға жеттім ау, жалғасын көретін болдым ау деп отырып, сіз сериалыңызды жалғастырасыз. Міне, дәл осы кезде сізде кайф болады. Дәл осы кезде сізде қуаныш болады. Титтей болмайтын, жай ғана сериалды көруден қуаныш аласыз, эмоция аласыз, мотивация аласыз, настроение көтеріледі. Сіз бірінші сериалдан кейін өзіңізге стоп қоя алмасаңыз, таңнан кешке дейін соны жалғастырып көре беретін болсаңыз, бұдан сізге ешқандай кайф болмайды. Барлық серияны аяқтап тастағанда уже сіздің ішіңізде бір пустота пайда болады. Может быть, облегчение болуы мүмкін, бірақ удовольствие болмайды. Қаншама бір жұмыстарым қалды, енді сериалға жоламаймын деген сияқты іштеріңізде бір өкініш сезімі де болуы мүмкін. Сол себепті де қанша жерден қатты көргіңіз келіп тұрған болса да, сіз ертеңге қалдырыңыз. Дофамин гормоныңызды сақтаңыз. Сіз оны болмайтын бір болмашы дүниелерге жұмсап құртып тастаудың қажеті жоқ. Егер де әрбір кішкентай нәрседен сіз қуанып, әрқашанда көңіл күйіңіздің көтеріңкі болғанын қалайтын болсаңыз, онда өзіңіздің гормоныңызды тоқтатуға үйрену керексіз. Оның дозасын көбейтуді, арттыруды доғарыңыз. Біздің миымыз кішкентай нәрсеге дофамин бөлмей қоятын болады, ләззат алмайтын болып қалады, и оның дозасын көбейтіп тастайтын болады. Қазіргі жеп жатқан тәттіңіз уже сізге қуаныш алып келмейді да. Сізге одан да көп нәрсе жеу керек болады. Сізге одан да бір дәмдірек нәрсе жеу керек болады. Сізге одан да бір ерекше нәрсе жегіңіз келіп тұрады. Ал ішіңіз пысып, бір кафеге, бір ресторанға барғыңыз келген кезде, мысалы үшін торт, тамақ жегіңіз келген кезде, уже сіздің үйдегі тамақтан қуаныш болмайды да сізде. Мысалы үшін бір покупканы айтатын болсам, бір покупка жасайсыз да, күнделікті покупканы алатын болсаңыз, сіз мән мағынасы жоқ та, уже күнде ала бересіз, үйреніп қалғансыз да. Сізге ол уже қуаныш алып келмейді да, сізге ол раздражение алып келеді. Түсініп тұрсыздар ма? Қанша жерден сіз өзіңіздің көңіліңізді көтеру үшін барлық нәрсені жасасаңыз да, раздражение болып тұрады. Қуаныш болмайды сізде. Оның себебі неде екен сіз өзіңіз түсінбейсіз. Міне оның себебі осында. Өзіңізді тоқтата алмауда. Қанша жерден бір өзімді жақсы көремін деп күнделікті покупка жасауға да болмайды. Ол уже сізге қуаныш алып келмейтін болады. Не үшін ондай жағдай болады бізде? Себебі бұрын айына бір рет өзіңізге әдемі көйлек алған кезіңізде, сол көйлектен сіз қуаныш алатын едіңіз, Ал қазір күнде өзіңізге бір нәрсені ала беріп, ол уже мағынасыз, на пике эмоций случайно ойланбастан алып қойған заттар сондай болуы да мүмкін да. Сол заттардан сіз уже ләззат ала алмай жатқаныңыздан кейін сіздің миыңыз не істейді? Сіздің миыңыз сол заттарды тағы да алғыза береді. Неге? Себебі дозасын көбейтеді ғой. Ойланбастан сол заттарды ала беретін боласыз да. То есть мен айтып өткендей, біздің миымыз дофамин гормонын алу үшін мағынасыз
дүниеден дозаны көбірек алуды үлкейте береді екен. Бірақ одан ешқандай удовольствие болмайды. Сіз өзіңізді алдап жатырсыз. Қанша көп ала берейін, мен сонша қуанышты болам дейсіз, бірақ сіз оны постоянно жасай бергендіктен сіз ешқандай удовольствие алмайсыз одан. Мысалы, тағы да түсінікті болу үшін. Жай ғана бір сериал емес уже, мысалы үшін сіз күнделікті сериал көре бересіз, тоқтатпайсыз өзіңіз, таңнан кешке дейін жатып сериал көресіз. Мысалы, сіз уже сериал емес, бір кинотеатрға барып көріңіз келуі мүмкін. Сіз уже тәтті шоколад емес, сіз уже үлкен бір торт жегіңіз келуі мүмкін. Сіз жігітпен просто телефон арқылы сөйлесу емес, уже сізге кездесу керек болады. Немесе сізге күнделікті 2 рет хабарласу аздыққа соғады. Қуаныш әкелмейді, қуаныш сыйламайды оның ешқайсы сізге. Уже сіз сағат сайын сізге сөйлесу керек болатын болса, онда сіз уже ары қарай 10 минут сайын немесе жарты сағат сайын сөйлескіңіз келетін болады. Оның өзі уже сізді шаршатып жібереді. И уже қуаныш алып келмейтін болады сізге ешқашанда. Тіпті жігітіңізбен немесе күйеуіңізбен уақыт өткізген күннің өзінде де ол қызықсыз болып кетеді. Дофаминнің өмірінде, адамның өмірінде уже мағынасы кете бастайды да. Мысалы, есіңізге түсіріп көріңізші. Бір апта немесе бір ай бойы тәтті жемеген күніңіз болды ма? Бір апта, бір ай бойы өзіңізді неден шектедіңіз, мысалы, есіңізге түсіріңізші. Мысалы үшін өзіңізді бір ай немесе бір апта бойы тәттіден шектеген болсаңыз, хотя бы 3-4 күн болсын өзіңізді тәттіден шектеген болсаңыз, одан кейін арасында бір тәтті жеген кезде, ол бір мейіз болсын, ол бір финики болсын, банан болсын, сіздің тіліңіздегі рецепторлар уже ояна бастайды. Күнде шоколад жеп жүрген кезіңізде мейізді сіз мысалы үшін жегіңіз келмейтін еді, өрік жегіңіз келмейтін еді, ондай заттарды мүлдем жегіңіз келмейтін еді. Потому что тәттіден сіздің тіліңізде уже дәм сезбейсіз, сіз уже тәттіден дәм кетеді тілден. И әдемі, дәмді, пайдалы тағамдарды сіздің жегіңіз де келмейді. Мысалы үшін, сіз күнделікті өзіңіз Құдай бере саған үйіңіздегі алдында жасап жүрген майлы тағамдарыңызды жеп жүресіз, и жаңағы правильный питанияның тамағы сізге уже дәмсіз болып көрінеді. А сіз майлы тамақты біраз уақытқа, бір апта, бір ай жемей қойыңызшы, правильный питанияның тамағы білесіз бе, сізге қандай дәмді болып сезілетінін. Ал жаңағы майлы тамақты да сол кезде айына 1 рет жейтін болсаңыз, қуаныш сезімін аласыз. Ал сіз күнде сол майлы тамақты жей беретін болсаңыз, сізге ол ешқандай да пайдасын да алып келмейді. Бір жағынан салмақ қосады, бір жағынан настроенияңыз түседі, бір жағынан ешқандай қуанышты алмайсыз күнделікті жеп жүргеніңізбен, бір жағынан сіз уже шаршап кетесіз. Ал уже 1 апта бойы тәтті жемейтін болсаңыз, сіздің тіліңіздегі рецепторлар қарапайым финиктің өзінен, кішкене ғана бір горький шоколадтың өзінен сіздің миыңызда дофамин бөлінетін болады. Бұл өте маңызды. Миымызда біздің дофамин бөліну керек. Сонда ғана біз қуанышты күйде жүреміз әрқашанда. Міне сондықтан да біз әр нәрседен бір шаршап, қай жерден настроениямды көтерсем болады екен, қай жерден өзімді қуанышты сезіне алады екенмін деген нәрсе болмайды. Сіз осы мен айтқандарымды орындайтын болсаңыз, сіз бір штук шоколад жеп болсын, сіз настроенияңызды көтере аласыз да, мысалы үшін. Энергия пайда болады сізде уже. И сіз дәл осы жерде айтқым келіп тұр, 1 айдан кейін күйеуіңізге Қазақстан шоколадын алып кеп берші дейтін болсаңыз, алып кеп берсе, кәдімгідей балаша қуанып иығына асыласыз оны жеген кезде, мысалы үшін, көрген кезде, мысалы үшін. Ал қазір әкеп беретін болса, десті ала саласыз, потому что күнделікті жеп жүрсіз ғой сіз. Қуаныш сезімі болмайды да сізде, сіздің жаңағы қуанбағаныңызды күйеуіңіз сезеді да, мысалы үшін.
И сіз одан кайф, удовольствие алатын боласыз, егер де сіз осылардың барлығын жасайтын болсаңыз. Оның әрбір кусочигін дәмін сезінетін боласыз. Керемет нәрсе бұл негізі, қыздар. Өте керемет нәрсе, егер де, конечно, түсінетін адамға әрине. Және сіз бір күн бойы телефонды қолыңызға алмайтын болсаңыз, сіздің миыңыз дофаминді қайдан аларын білместен не істейді? Сіздің бұрыннан жоспарлап жүрген істеу керек болып жүрген әрекеттеріңізді есіңізге түсіреді. Сол нәрсені сізге істеуге подталкивать етеді. Бұл дегенім, қыздар, дофаминді алу тек қана жеуден деп жатқан жоқпын, тамақтан немесе бір тәттіден, жоқ, қыздар, бүкіл іс әрекеттен, дәл қазіргі айтып отырғандай, мысалы үшін телефон жайлы айтып отырмын. Телефонды қолыңызға бір күн бойы алмай жүріңізші. Ешқандай ештеңе шұқыламаңыз, Инстаграм көрмеңіз, YouTube ақтармаңыз, WhatsApp'тан әркімнің статусын аңдымаңыз, жай ғана сурет қарап, видео қарап отырмаңыз. Просто телефоныңыз заряды өшіп қалды, и все, или істемей қалды бір күн телефоныңыз. Немесе өзіңізге шарт қойыңыз. Давай мен бүгін вообще телефонды ұстамайыншы, мен не істейді, интересно осы Фатиманың айтуы бойынша. Давай, істеп көріңіз сіз. Кәдімгідей, бұрыннан бері жоспарлап жүрген, істейм деген нәрсені уже сіз істеп бастайтын боласыз. Миыңызға уже ол келеді, ананы істеу керек едің ғой, Фатима. Сен шкафтарыңды тазалаймын деп жүрген едің ғой, полный киімдердің бәрін бүктем деген едің ғой. Да? Барлығын жинап тастайсыз. Немесе кухняға уборка жасаймын деген едің ғой, уборка жасап тастайсыз. Енді одан пайда не, айтыңызшы? Телефонды жай ғана қарап отырғаннан көрі, өзіңіздің істемей жүрген, қашан істесем болады деп жүрген нәрсеңіздің барлығын істеп тастаған әрқашанда пайдалы емес па? Бір жағынан ешке салмақ тастайсыз, бір жағынан ешке қуанып қаласыз барлығын жасап болғаннан кейін. Міне, одан тоже дофамин гормоны бөлінеді. Ол гормон сіздің не істерін білмегендіктен, жаңағы телефонда жатып ала алмайтынын білгендіктен, ол уже басқа нәрседен әрекеттенеді и сізді басқа нәрсеге итермелейтін болады. Түсініп тұрсыздар ма, қыздар? Күнде жасап жүрген зиянды немесе пайдасыз нәрселерді одан қуаныш ала алмай жүрген іс әрекеттеріңізді тоқтататын болсаңыз, мысалы үшін күнделікті бір қуаныш ала алмайсыз ғой, күнделікті сіз көріп отырсыз, Инстаграм ақтарасыз, күнделікті YouTube көресіз, содан бір кайф аласыз ба? Кайф алмайсыз ғой, сізге уже қарапайым болып кеткен бұның барлығы. Кайфы жоқ бұның сізге. Мүлдем. Осындай нәрселерді сіз тоқтатсаңыз, сіздің миыңыз неден дофамин аларын білмесен, сізге мәнді, мағыналы іс әрекеттерден, сондай іс әрекеттердің идеясын сізге подавать етеді. Адамның организміне күнделікті таңертең, қыздар, табиғи дофамин бөлінеді. Бізде күнде таңертең организмімізде табиғи дофамин бөлінеді. Ертең таңертең сізде сол дофамин бөлінеді. Күнделікті, осыны естеріңізде сақтап алыңыздаршы, әдейі қайталап жатырмын. Және бұл дофаминді сіз неге арнайсыз, оны сіз өзіңіз шешесіз. Сіз сол дофаминді күнделікті болмашы әрекеттерге арнайсыз, айтыңызшы. Олай болмайды, олай мүлдем дұрыс емес. Қуанышыңызда, күлкіңізде сізге ешқандай рөлді алып келмейтін болады. Өміріңіз түк қызықсыз өтетін болады. Бұл бізге жақсы нәрсе сыйлау керек. Күнделікті таңертең берілген дофамин бізге бұл таңертең бодрость беру үшін, яғни ұйқылы ояу состояниеден шығу үшін бізге осы дофамин гормоны таңертең беріледі. Сол таңғы дофаминді пайдалы жақтарға жұмсау ол біздің қолымызда. Таңнан бастап пайдасыз іс әрекеттерге пайдаланатын болсаңыздар, онда сізден дофамин пайдалы мақсатқа жұмсалмайтын болса, онда ол пайдасыз нәрсеге жұмсалып кететін болады. Сол үшін сіз жатасыз, жай ғана кино көресіз, тәттіңізді жейсіз, ештеңе жасағыңыз келмейді. Міне сол нәрселерге просто ол жұмсалып кетеді. Ол мотивация беретін гормон болғандықтан, сіз оны бірінші пайдалы жаққа жұмсау керексіз. Мысалы үшін үй жинайсыз, шүкіршілік кітаптерін жазасыз, жаттығу жасайсыз, дұрыс тамақтанасыз дегенде и так далее. Оның барлығы қай жаққа кетіп жатқанын тек қана сіз шешесіз. Сіздің қолыңыздан ғана келеді оны жұмсау.
қайда жұмсау керектігін сіз шешесіз. Просто біз бұған өзіміз көп мән бермейтін болғандықтан жатып аламыз да, просто жатып аламыз. Жаңағы сіз пайдасыз нәрселерге оны жұмсамайтын болсаңыз, ол өзі автоматически пайдалы нәрсеге кетеді. Мен сізге 100% гарантия берем, қыздар. Просто сіздер өздеріңізді тоқтату керексіздер. Пайдасыз нәрселерге жұмсалмайын деп жатқан нәрсені өзіңізді тоқтатып қойып, сол нәрсені хорошо, мен сізге давай ананы істе, давай жаттығуды істе, давай үйіңді жина деп айтпаймын. Сіз просто телефон шұқыламаңыз, просто тәтті жемеңіз да, просто жай ғана жатпаңыз да. Осыларды зиян екенін білесіз ғой, керек емес екенін білесіз ғой. Вот соны просто тоқтатыңыз да, дальше анау дофамин сізді пайдалы жаққа итеріп тастайтын болады. Өзіңіз білмей қаласыз, өзіңіздің қалай істеп кеткеніңізді. Енді сіздерде мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Дофаминді қайдан алуға болады? Осы состояниеден қалай шығуға болады? Өмірдің мәнін қалай қайтаруға болады? Бұл жайлы, қыздар, мен келесі сабақта айтатын боламын. Ал ендеше сіз бүгін қандай мәнсіз, пайдасыз күнделікті жасап жүрген нәрсеңізден бас тартасыз? Телефоннан ба, сериалдан ба, тәттіден ба, ұйқыдан ба, жатудан ба, ер азаматыңыздан ба? Вот осы жайлы комментарияға міндетті түрде қалдырыңыз. Сіз қандай заттан энергия алмай жүрсіз? То есть жасап жүріп, бірақ қуаныш алмай жүрсіз. Және соны бүгін сіз тастауға дайынсыз ба?